Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге микроқаржы ұйымдарынан немесе банктерден қалай графикке жібереміз. Сол жайында сіздерге видео түсіретін боламын. Ең алдымен не істейміз? Бізге графикке жіберу үшін инфоларға немесе банктерге өтініш жазамыз. Оны қалай толтырамыз? Сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне менде дайын үлгісі. Осы жерде, мына жерде басында шапкасына кімнен дейді. Осы жерге өзіңіздің аты жөніңізді және ЖСМ-іңізді, мекен жайың деген жерге мекен жайыңызды жазасыз өзіңіздің. Және электрондық почтамызды жазып кетеміз. Телефон номеріміз. Мынау бірінші тұрған жерге өзіңіздің данныйларыңыз, екінші қатарда электронный почта. Кімге дейді, кімге жібересіз. Мысалы, микроқаржы ұйымдары болса, соның атауын жазасыз, ТО деп, егер банктер болса, банктің атауын жазып кетесіз мына жерге. Оның данныйлары тоже электрондық почтасы, мекен жайы, және де сол ұйымның басшысы кім, соның аты жөнін жазып кетеміз. Ары қарай өтініш арыз, оны қалай толтырамыз? Мен деп басталады, және өзіңіздің аты жөніңіз, мынау микроқаржы ұйымынан алған болсаңыз, соны жазылады. Ұйымынан шағын несие алдым деген сияқты. Егер банк болса, осы жерде банкты жазасыз, мына жерде. Менде инфо көрсетілген. Жерде банк атауын жазасыз. Және ұйымынан шағын несие алдым. Қазіргі уақытта сіздің мекеме алдында қарызым бар. Бұл жерде жаза кететін нәрсеміз өзіңіздің жағдайыңызды сипаттап кетесіз. Не үшін төлей алмай жүрсіз, сол жайында жазылады. Мына жерде менде дайын үлгісі бар. Бұл жерде өзгертсеңіз болады өзіңіздің жағдайыңызды жазып. Қаржылық тапшылыққа байланысты өтеуге жағдайым келмейді. Оған себеп болған басқа да банктер алдында қарызымның болуы. Қазіргі таңда тұрақты жұмысым жоқ. Күндік жұмыстарға шығамын деп басталып, ары қарай осылай кетеді. Мына жерде менің аталған несиемді 8 айға бөліп жаңа кесте құрып беруіңізді сұраймын делінген. Сіз бұл жерде өзіңізге мына жерде 8 айға деп тұрса, өзіңіз қанша айға алғыңыз келеді? Осы цифраны өзгертіп кетесіз. Келесі астына түсеміз. Мына жерде тоже жағдайымыз жазылады. Егер жолдасыңыз болса, жолдасыңыз бар, бірақ табысы мынандай жетпейді деген сияқты, күнкөріс деңгейінен аспайды деп, балаларыңыздың санын жазыңыз, көп балалы болса. Ары қарай мына жерде заңға сүйене отырып жазылған тармақтар жазылады бұл жерде. Бұл жерде ештеңе өзгертілмейді, осылай қалады. Енді бұл жерде өзгертетін заттарымыз мұқият асықпай оқып шықсаңыздар болады. Егер шаблон керек десеңіздер, менде дайын осының бірнеше шаблон үлгілері бар, банкке арналған және займға арналған. Осы видеоның астына ссылкамды қалдырып кетемін, соған жекеге шығып сұрасаңыздар болады. Енді бұл жерде мынау барлығы заң мен жазылған, Қазақстан бабы. Бұл жерде ештеңеге тиіспейміз. Енді бұл жерде бізде өзгертетін нәрсе. Так, мына жерде болу керек еді. Өзгертілмейді бұл жерде. Тек біз мына жерде өзгертеміз. Сұраймын дейсіз, сұраймын дегенде жаңа кесте шығаруды, қайта табыстау шарты және берешекті есептеу көшірмесін беруіңізді сұраймын делінген. Тоже мына жер қалады, осылай өзгертілмейді бұл. Келесі бізде қосымша құжаттар. Бұл жерде не жібереміз? Жеке куәлік, алды артын оригиналын түсіретін боламыз. Түсіріп, соны PDF форматта өткізіп жолдаймыз қосымша құжат ретінде. Және не жолдауға болады? Несие тарихы туралы ақпарат. Бұл жерде үшінші тағы қосасыз, мына жерде жазылмаған мысалы. Содан кейін бізде үшінші не жүктейміз? Пенсионный зейнетақы қоры туралы ақпарат, соңғы 6 айды шығарып алып, тоже оны да қосымша құжат есебінде тіркеу міндетті. Оны тіркемесеңіз, міндетті түрде ол сұралады. Сосын өзіміздің документімізді, удостоверениемізді, төлқұжатымызды қолымызға ұстап тұрып, селфи жасап жіберетін боламыз. Ол міндетті, ол тоже сұралады. Және тағы не жібереміз? Егер сізде қандай да бір құжаттар болса, соның барлығын қосып жібере береміз. Көп балалы ана болсаңыз, сол туралы статусты шығарып бересіз. Мүгедектігі бар адам болса, оны да шығарып қосамыз. Егер жұмыссыз болып тіркелген болсаңыз, соны да қосып шығарамыз. Шығарып, оны да бірге қосып тіркейтін боламыз. Осы жазылған арызбен бірге. Бізде сонымен осы бас жағындағы шапкасы өзгертіледі. Осы жер өзгертіледі. Және мына бас жағындағы мекеме атауы өзгертіледі. Және өзіңіздің төлей алмаушы себептеріңізге байланысты осы жерлерді өзгертіп жазсаңыз болады. Ең соңына келгенде астына түсеміз. Осы жерде қосымша құжаттар жазып болғаннан кейін, мына жерде өзіңіздің қолыңызды қоя кетесіз. Менің YouTube каналымда түсірілген, ол туралы қалай мынаны ставить етуге болады онлайн подписті. Және мына жерге жазған жіберген числоңызды өзгертесіз міндетті түрде. Және осы дайын құжатты сохранить как деп PDF форматта сақтап, осыны сол ұйымнан қарызсыз, сол ұйымның электрондық почтасына керекті құжаттармен бірге тіркейтін боламыз. Достар, осымен біздің графикті қалай алу керектігі туралы ақпарат сіздерге тегін беріп отырмын. Қалай жолдау керектігі туралы
және бұны жібергеннен кейін 15 жұмыс күн ішінде сізге жауап келу міндетті. Ол сразу келмейді жауап, олар по очереди қарайды. Бұндай заявка жіберіп жатқан адамдар көп болғаннан кейін оларда очередпен қарап 15 жұмыс күн ішінде сізге шығарған шешімі туралы өздерінің хаттарын электрондық почтаңызға жолдайтын болады. Осы графикке жіберу туралы қандай құжаттар қоса тіркеледі, сол туралы мен осы видеоның астында көрсетіп кететін боламын. Және де өзімнің шаблоны үлгісі қажет болатын болса, және WhatsApp номерін тастап кететін боламын астына, соған жазып сұрасаңыздар болады. Достар, осымен менің видеомды аяқтаймын. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау саламатта болыңыздар.